Батыр Бауыржан Момышұлының кіндік қаны тамған Жуалы ауданының орталығына Қазақстан ардагерлері қауымдастығының төрағасы, қоғам қайраткері Бақытбек Смағұл, Кеңес одағының батыры Кремениш Николай және қазақ балуандарының дәстүрін жалғастырушы Темірді саз балшықша илейтін алып, Гиннес рекордтар кітабына енген Сергей Цирульников келді. Олар мектеп оқушыларымен кездесіп, патриоттық әрі рухани кеш ұйымдастырды. Жалпы шараға 1000 жарымнан астам адам қатысты. Батырдың ауылына батырларды алып келдік. Өте жақсы. Әрқашанда амандықта. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Алдымен Бауыржан Момышұлының ескерткішіне барған қонақтар онда жиналғандарға даңқты қолбасшының ерлігі жөнінде паш етті. Сонымен қатар жастарды үнемі батырдың рухани сөздерімен жігерлендіру қажеттігін айтты. Еліміздің, мемлекеттің мүддесі үшін осындай батыр азаматтар ауылдарды аралап, өз көзімен көріп, рухтандырып, бүкіл Қазақстан біздің Бауыржанның рухымен рухтануға тиістіміз. Одан кейін аудан орталығындағы Бауыржан Момышұлы музейін аралаған азаматтар батырдың майдан даласындағы ерлігін сипаттайтын суреттермен танысты. Сонымен қатар Бәукен көзі тірі кезінде қолданған заттар мен өзге де құнды жәдігерлерді көрді. Ал Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейіндегі кездесуге 800-ден астам адам жиналды. Оларға Сергей Цирульников 30 минутқа созылған шеберлік сағатын өткізіп, ашық жаттығулар жасады. Сонымен қатар білім ордасына спорттық құрал жабдықтарды тарту етті. Кездесудің мақсаты оқушыларға еліміздің намысын қорғап, көптеген халықаралық жарыстарда еліміздің көк туын желбіретіп жүрген спортшыларымызды таныстыру, оларды үлгі тұту, салауатты өмір салтын насихаттап, жас ұрпақтың спортқа жақын өсуіне ықпал жасау. Ұлтты тәрбиелеу тек қана біліммен емес, ұлттық мінезден тұрады. Дейтін болса, сол мінезді біз Бауыржаннан, кешегі шерағаңнан өткен рухты сол батырлардан алмағанда кімнен алады? Бұл негізгі маңызы осы жастарымызды насихаттау. Қазір міне 1600-ден астам адам қатысып отыр. Басқа да елді мекендердің барлығында Қазақстанды аралаған кезде осы Бауыржан рухымен рухтану керек деп ойлаймын. Әділетті Қазақстан дейтін болсақ, осы бір біздің елдің қамын ойлаған аптал азаматтардың шашбауын көтеріп, солардың насихатын, үгіттерін арман қарай жүргізіп, елді ынтымаққа, бірлікке, татулыққа шақыру. Дәл осындай кездесу нөмір 1 мектеп гимназиясында да өтті. 100 ауыл жобасы аясында еліміздің барлық өңірінде ұйымдастырылып жатқан рухани шараның бүгін 128-ші ауылына аяқ бастық дейді ұйымдастырушылар. Шара соңында оқушылар қонақтармен суретке түсіп, батырлардан естелік үшін қолтаңбада алды. Айбол Қараш, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.